былай ғой, қағаз жөнінде бүйтіп біз барлығымыз жаңағы Барселона болуымыз керек, тики-так, нарисовать етеміз тренировкада, бірақ 300-іне келген кезде 13 мың халық нәтиже талап еткен кезде, ана жерде сен мынау керек емес уже. 13 мыңнан бөлек енді Ақтөбенің халқы қанша қазір? 700 мың ба қанша? Ну, жанкүйерлер примерно 200 мың жанкүйер бар Ақтөбеде. Енді ол үшін енді жаңағыдай алдыға түйе ойнайды деп жатырмыз, енді айтып тұрмын жаңағыдай тренировкада олар барлығын жасайды, жаңағыдай пас на третью, жаңағы әдемі, бірақ ойынға келген кезде шықпайды. Обратно бұл жерде енді әрбір ойыншының психологиялық тұрғыда по уровню соответствует, не соответствует деген сияқты. Екіншіден бапкерлікке қойылған жаңағыдай мақсат, егер оған жеңу болса, ол жеңісті әртүрлі жолмен іздейді, жаңағыдай закидушкамен іздейді, бәрібір уже ана футболды ұмытады уже. Симуляция болса симуляция. Уже қиын уже перестраиваться етуге тренерге. А егер басқа жақтан давай сен жаңағы тренермен танысып, сен философияң осындай екен, сен паспен ойнайсың, сен комбинационно ойнайсың, осыны ұстан, қорықпа, жаңағыдай жанкүйерлерге біз өзіміз айтамыз, сондай бір поддержка болса, онда басқаша футбол күтеміз деген сияқты ғой. Енді мына Таркович кету, кетпеу деп жатыр, енді мен ойымша енді ол біздің ішкі кухняны білмейді. Жаңағыдай сіздер айтасыз, судьялар, мен де прекрасно білемін оны кім қалай не істейтінін, бірақ бұл жерге енді кім келіп кетпей жатыр. Бұлай болса жергілікті бір өзіміздің бапкерлерге берген дұрыс деп ойлаймын, мүмкіндікті. Енді жаңа мемлекет, жаңа чемпионат, жастардың қолында. Қазір қасында Тарковичтің қасында жүрген өзіміздің жергілікті бапкерлер, мен ойымша олардың бұл жердегі жетістіктері тоже көрінбей қалып жатыр да. Негізі ол жігіттерінде істеп жатқан дүниелер өте көп. Сол себептен жаңағыдай бір қалған матчтарда Ернар бар, Жалбыров, Мұхтар Ерімбет бар, бір тоже ол бапкерлерге бір мүмкіндік беріп көру керек деген ойдамын.